Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін мен шайға осындай пышки дейтін, яғни өте жұмсақ, керемет тіске басар ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнамнан түрлі рецепттер табасыздар. Жаңадан рецепттер апта сайын шығып отырады. Жіберіп алмасын, жазылып қойыңыздар. Ең алдымен жасау үшін біз бір стақан айранымызға қажетті мөлшердегі қантымызды және де шымшым тұзымызды қосып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейін осы араласып алған массамызға қажетті мөлшердегі жұмыртқамызды, сұйық майымызды құйып, оны да жақсылап барлығы біркелкі болғанша араластырып аласыздар. Кейін осыған араластырып алғанға біз ұнымызды салып жақсылап тұрып електен өткіземіз. Және де ұнымызға біз үстінен соданы да қосып електен өткізіп, жақсылап тұрып қамыр пайда болғанша илеп аласыздар. Осындай қолға жабыспайтын қамыр пайда болғанда біз оның бетін жауып, бір жарты сағатқа қойып қоямыз тынығуға. Кейін жарты сағаттан кейін алып, осы екі бөлікке бөліп аласыздар. Сосын кейін жақсылап тұрып 1 см, 1,5 см қалыңдықта төрт бұрышты етіп, жақсылап тұрып жайып шығасыздар. Осындай етіп жайып аласыздар, төрт бұрыштылеу етіп, өздеріңізге қарай керекті формаға етіп келтіріп жаясыздар. Осыны жайып алғаннан кейін біз бөліктерге бөлеміз, яғни видеодағыдай ұзынша етіп бөліп аламыз. Одан кейін тағы да төрт бұрышты етіп, тағы да бөліктерге бөлеміз видеодағыдай. Бөліп алғаннан кейін әр бөлік төрт бұрыштың ортасын осылай кішкене тесік жасап кесіп, осындай формаларға келтіресіздер. Тесесіздерді бір бұрышынан тесіктің ортасынан өткізіп, осындай формалар келтіріп аласыздар. Кейін оны қатты қызып тұрған майға қызарғанша қуырып аласыздар. Яғни барлығын салып, бір жағы қызарғанша қуырасыздар. Кейін ол қызарғаннан кейін екінші жағына аударып, жақсылап тұрып, ол да қызарғанша қуырып аласыздар. Міндетті түрде қатты қызған майда болуы керек. Майы өйткені сол кезде майдың бәрін сіндіріп алмайды. Кейін оны майдан сүзіп аласыздар да, осылай салфетканың үстіне қойып қоясыздар. Барлық майды салфетка өзіне сіңдіріп алады. Дәл осылай қалғандарында пісіресіздер. Кейін салфеткадан алып, қарапайым тәлінкеге салып, әдемі сервировка жасаңыздар болады. Міне осылай өте керемет, дәмі ерекше тіске басарларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.